Жайдары жаздың қақпасын ашқан ең керемет мереке сыр өңірінде де ерекше айшықталды. Өнер, спорт, ойын түрлерін арқау еткен түрлі шаралардың мәні мен мазмұны да зор. Болашақ ұрпақты игі мақсаттарға біріктіруді көздеген бастамалар туралы осы аймақтағы тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков бізбен тікелей байланысқа шығып айтып береді. Нұрлан, қайырлы күн. Сіздерде мереке қалай өтіп жатыр? Рахмет, Мөлдір. Жаз келіп мәз болған балалардың күлкісінен асқан не бар? Бүгінгі мерекеде Қызылорда қаласында мынадай түрлі іс-шаралар өтіп жатыр. Соның бірі балалар мен жастардың музыкалық оркестрлер мен ансамбльдерінің шеруі. Еліміз бойынша екінші рет өтіп жатқан бұл шараға сыр бойлық өнерлі өрендер де өз үлестерін қосты. Көркем эстетикалық дамуға жетелеп, шығармашылық жетістіктерді паш етуді көздеген бастама облыс бойынша 14 мыңға жуық оқушыны жұмылдырды. Түрлі музыкалық аспаптарды меңгерген жастармен бірге хор би ұжымдары, өзге де өнерлі топтар шеру сәнін кіргізді. Қатысушылардың әсері қандай? Сұхбатты тыңдасақ. Оқушылар шеруіне бізден бөлек 5 мыңға жуық оқушы қатысты. Ол оқушылардың әрқайсысы өз топтарында. Мысалға алып қарайтын болсақ, олар мажоретка, үздік оқушылар, Қызылорда оқушылар мәслихаты сынды топтармен неше түрлі оқушылар шықты. Мен сол топтардың ішінде үздіктердің қатарынан шықтым. Бүгін осындай керемет мереке өтті. Және бұл мерекеде спорт саласынан, өнер саласынан да оқушылар қатысты. Менің ойымша, осындай керемет күнде осындай мерекелер көп өту керек. Ал облыстық тарихи өлкетану мұражайында жас буынды жаман әдеттерден жирентетін арнайы көрме ұйымдастырылды. Мұндағы мақсат сыбайлас жемқорлықтың зардаптарын ашып көрсету. Сондай-ақ бүгін қаладағы спорттық нысандар мен ойын-сауық орталықтарында да салауатты өмір салтына бастайтын түрлі сайыстар өтіп жатыр. Айта кетейік, жалпы биыл Қызылорда қаласы бойынша 54 мыңдай оқушының 48 мыңға жуығы жазғы демалыспен қамтылады. Олардың 3,5 мыңнан астамы еліміздегі және шетелдердегі лагерлер мен тынығу орындарында демалады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Мөлдір. Рахмет, Нұрлан. Қызылордадан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Нұрлан Жақыпбеков болатын. Хабарымызды жалғастырайық.